Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балаға кері әсерін тигізетін ата-аналардың айтуға болмайтын топ 8 сөзімен бөлісетін боламын. Егер сіздерге қызық болатын болса, қателік жібергілеріңіз келмейтін болса, менімен видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең бірінші ата-ананың жалған сөйлеуі не болмаса баласына кінә артып қоюы. Мысалға, мен сенің ойыншықтарыңның, бәлки киімдерінің қайда кеткенін білмеймін. Сен оларды өзің жоғалтып алған шығарсың. Кейде біз ата-аналар ойыншықтарын лақтырып жібереміз. Ол ойыншық сынып қалған шығар. Не болмаса үйде көп ойыншық болып кеткендіктен, ол ойыншықтарды ойнамай жүргендіктен біраз уақытқа көзден таза қылғаныңыз келді. Бәлкім сол киім қазір киюге жарамсыз болғандықтан ол киімдерді кисе ауырып қалатын шығар балаңыз. Сондықтан сақтық шараларын жасау мақсатында сіз ол киімдерді тығып қойдыңыз да, бірақ соңында қорытындысы ретінде ол киімді жоғалтқан, не болмаса ойыншықты жоғалтқан бала болып қалды. Бұндай әрекет жасау қателік. Бала кейін өзін алаңғасар сезінетін болады. Егер сіз солай ойыншығын, не болмаса киімін біраз уақытқа көзден таса қылыңыз келіп тұрса, баланың өзінен рұқсат сұраңыз. Балам, бұл ойыншықтарды біраз алып қояйық, не болмаса бұл киімдерді қазір киюге келмейді. Құстар келген кезде, не болмаса гүл шыққан кезде осы киімдерді қайтадан киеміз деген секілді солай басқа сөздермен алмастырып баланың өзінен рұқсат сұраңыз. Сіз бәлкім ол киімді мүлдем жарамсыз болып тастағалы жатсаңыз да, балаңыздан рұқсат сұрағаныңыз дұрыс болады. Ол баланың өзінің жеке шекарасы біріншіден, екіншіден бала өзінің затына өзі жауапкершілік алып үйренетін болады. Екінші, бұл әсіресе кішкентай балаласы бар ата-аналарға қатысты. Болды, мен сенсіз кете беремін, сен осы жерде қал, мен үйге кете беремін деген секілді. Әсіресе даладан үйге бала кірмей жатқан кезде, магазинде бала айғай-шу шығарған кезде осындай бір сөздерді ата-аналар айтып жатады. Бұндай сөздерден кейін бала жылайды, артыңыздан жүгіреді, өйткені балаға қорқынышты. Бірақ бала сіздің сөздеріңіз жай қорқыту екенін білмейді. Сіз шынтуайтына келген кезде балаңызды сол жерге тастап кетпейсіз ғой. Бірақ сондай сөздеріңізбен сіз ата-анаға деген баланың махаббатына кірбің түсіресіз. Сондықтан да бұндай қорқыту сөздерін болды, мен кіріп кетемін, сен осы жерде жалғыз қал, мен кете беремін деген секілді артық қорқыту сөздерін айтпағаныңыз жөн болады. Үшінші, ата-ана айтуға болмайтын топ сөздердің бірі ол мінеу сөздер. Тағы да сындырып алдың ба, түсіріп алдың ба, көзің қайда, көзің бар ма сенің өзі, не болмаса қолыңа май жағып алдың ба, араласпа, барлығын өзім жасаймын деген секілді сөздерді айту баланың самооценкасын түсіріп, өзіне сенімсіз бала болып өседі. Әсіресе бала 3 жастан жоғары 4-5 жастарда ол барлығына араласқысы келіп тұрады. Сізбен бірге ыдыс-аяқ жуғысы келеді, сізбен бірге қандайда бір тәтті жасағысы келеді. Сол кездерде жұмыртқаны болсын жаруға, бәренгіні, яғни картошканы аршуға оған мүмкіндік беріңіз. Бала сол арқылы үй шаруасына сізге көмектесуді үйренеді. Сіз бастапқы 3 жасында, 4 жасында балаңызға түк жасатқызбайтын болсаңыз, барлығын өзің жасайтын болсаңыз, бала жеткіншек жасқа келген кезде 13-15 жастарда сізге көмектесуден қашатын болады. Әрі сіз оның самооценкасын түсіріп тастаған болғандықтан жеткіншек шаққа келген кезде бала өзін артта қалған сезінеді. Өзін түкке тұрғысыз адам ретінде өзінің қатарластарынан кем санайтын болады. Сондықтан бұндай сөздерді мүлдем айтпауға тырысыңыз. Төртінші, әсірелеп айтылған мақтау сөздері. Сен сондай әдемісің, қолыңнан бәрі келеді, күшті жасапсың, керемет деген секілді балаға мақтау сөздерді өте жиі айту. Жалпы кез келген тәрбие мәселесіне болсын, кез келген тұрғыда ортаңғы шепті ұстану керек. Я золотая середина деп жатамыз орысша айтқан кезде. Балаңызға мақтағыңыз келіп тұрса, балаңызға мотивация бергіңіз келіп тұрса, дәл қай жері сізге ұнайтынын айтыңыз. Сенің көздерің әдемі, сенің
саусақтарың әдемі, сенің жүрісің маған ұнайды, сенің осылай нанды турағаның маған қатты ұнады деген секілді оның неліктен мақтап жатқандығының, оның қай іс-әрекеті сізге ұнап жатқандығын дөп басып айтқаныңыз дұрыс болады. Неліктен? Мысалға сіз қызыңызға сен сондай әдемісің, сен сондай көріктісің деп айтып келе жатырсыз. Кейін ол 3 жасына не болмаса мектеп жасына 7-8 жасына мектепті табалдырығын аттаған сәтте ол маңайынан көреді. Одан да әдемірек балалар бар екендігін, оған қарағанда басқа балалардың жазуы әдемі екендігін, оған қарағанда басқа балалардың өте жақсы оқитындығын бала көреді де самооценкасы біртіндеп түсе бастайды. Сондықтан да балаңызға мақтау сөз айтқыңыз келсе, дәл нүктесімен сенің осы іс-әрекетің, осылай оқығаның маған ұнады, осылай жазғаның маған ұнады, не болмаса сенің осы жерің әдемі деген секілді айтсаңыз болады. Бұл ұл балаға да қатысты. Келесі, егер сен осы тамақты жеп қойсаң, сен үлкен әрі мықты болып өсесің, бойың өсетін болады деп, не болмаса соңғы қасықты мен үшін, әкең үшін, атаң үшін, апаң үшін жеп қой деп баланы қатты қысаудың қажеті жоқ. Балаға қандай да бір денсаулықты тамақпен байланыстырудың, не болмаса көңіл күйді, біз көбінесе көңіл күйіміз түскен кезде тәттіге құмар боламыз. Оның бәрі кішкентай кезде қалып қойған осылай айтылған сөздерден де болуы мүмкін. Сондықтан да баланың соңғы қасыққа дейін тамаққа күштеудің қажеті жоқ. Келесі, жалған көзқарасты балаңызға көбірек ұсыну. Мысалға, бұндай сөздерді айтпағаныңыз дұрыс, уәде беремін, ауыртпайды, балабақшаға барған күшті, ол жерде сен көп ойнайсың, балабақшадағы апайлар сені қыдыртады деген секілді. Не болмаса мектепке барған кезде сен күшті, жаңа достар табасың деген секілді балаңызға жалған көзқарасты ұсыну. Мысалға, дәрігерге апардыңыз, ауыртпайды дегенмен де бірнеше секундтардан, минуттардан кейін дәрігер бәрібір де ол балаңызға ине салған кезде, тісін емдеткен кезде ол ауырады. Сондықтан да шындықты айтқаныңыз дұрыс болады. Ол шынымен де ауырады, бірақ ол сіз үшін маңызды деген секілді. Балабақшаға келетін болсақ, ол жердегі тәрбиеші сіздің ғана балаңызға көңіл бөлмейді. Ол жерде тек қана бала ойнамайды. Ол жерде басқа бала танымдық жұмыстармен шұғылданады. Сіздің балаңыздан басқа 10-нан аса басқа да тәрбиеленушілер болады. Сондықтан да балаңызға олай қате түсінік енгізбей, шындықты айтқаныңыз дұрыс болады. Бала барлығын түсінеді. Дегенмен де сіз осылай жалған сөйлемей үйренетін болсаңыз, тек шындықты ғана айтатын болсаңыз, бала сіздің әрбір сөзіңізге сенетін болады. Сондықтан да бала үшін қаншалықты ол ауыратын болса да, ауыр болса да, шындықты, әрдайым шындықты айтқаныңыз дұрыс болады. 7-ші, мен сенің жасыңда мұндайды ешқашан істеген жоқпын. Баламызға барлық жағынан өзімізді мінсіз көрсету әділетсіздік әрі өтірік. Біздің де қателігіміз болады. Балалар біздің қателігімізді білсе, өз қиындықтарына жеңіл қарай алуына, жеңіл өткере алуына көмектеседі. 8-ші фраза, ол өзге балалармен салыстыру. Бұған көп тоқталмай қояйын, өйткені көп айтылып жүрген сөздер, әңгімелер. Барынша балаңызды өзге құрбы-құрдастарымен, өзіңіздің жолдастарыңыздың балаларымен, мектептегі балалармен салыстырмауға тырысыңыздар. Бұл баланың самооценкасын, өзіне деген сенімсіздігін түсіретін болады. Бүгінгі видео осымен тәмам. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Осы видеомен басқа әлеуметтік желілерде бөлісуге рұқсат, өзге ата-аналарға жіберіп қойыңыздар. Олар да біле жүрсін, ақпаратпен таныса жүрсін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіз. Сол кезде алдағы уақытта шығатын видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.